достық. Медина? Қуанасың сен де, қуанасың сен де, қуанайық достарым, арайлап атқан күнге. Ондай болса, онда қазір топқа бөлінеміз, да? Бүгін біз топқа түс арқылы бөлінеміз. Конфет беремін. Кімге қандай түс ұнайды, міне таңдап аласыңдар. Сол бойынша топқа бөлінеміз. Конфетті сағаттың соңында жейміз содан кейін, иә? Қазір топқа бөлініп аламыз. Кім сары түс таңдады? Күз тоғына келіп жайғассын, сары түс. Кім жасыл түс таңдады? Көктем тобына келіп жайғассын. Жасыл түс кімге? Жайғасыңдар. Кім қызыл түс таңдады? Жас тобына жайғаса қойсын. Кім ақ түс таңдады? Қыз тобына жайғаса қойсын. Болды. Пайдалану. Айзер айта қой. Жылдамдық ауызбіршілік. Томирис айта қой. Кірін ашқайды. Тағы. Інжу айта қой. Досыңның сөзін бөлмеу. Дұрыс, досыңның сөзін бөлмеу. Міне, бүгін топқа бөлініп, топтық ережені еске түсіріп алдық. Енді балалар, қазір мына орындыққа әр топтан бір оқушы келеді. Соған сұрақ қоямыз, жауап береді. Мақұл ма? Бірінші топтан кім шығады? Қайсың шығасың? Амина шыға ғой. Ал кім сұрақ қояды Аминаға? Таңшолпан қоя ғой. Тура және ауыспалы мағыналы сөздер белгісінде. Сөздер өзінің негізгі мағынасынан басқа мағынада да қолданылады. Тіл дене мүшесі бұл жерде тура мағынада айтылып тұр. Тіл сағаттың тілі бұл жерде ауыспалы мағынада айтылып тұр. Дұрыс па Таңшолпан? Отырамын. Тағы кім қояды? Тағы кім қояды? Медина қоя ғой. Хабарлы сөйлем дегенсіне. Хабарлы сөйлем. Деген жайын хабарлау мақсатында айтылған сөйлемді хабарлы сөйлемнің жолымен жасалынады. Мысалы, оқушылар мұнажырға барды. Дұрыс па? Иә. Отырамын. Жарайсың. Енді екінші топтан қайсың шығасың? Сұраққа. Альмира шыға ғой. Альмираға сұрақ қоямыз. Кім қояды? Альмираға. Томирис қоя ғой. Қыстырма сөздер дегеніміз не? Қыстырма сөз дегеніміз сөйлемде ойға, сөйлеушінің әр алуан көзқарасын білдіретін сөздерді қыстырма сөздер дейміз. Мысалы, мүмкін, рас, оның ойынша сірә шынында да. Дұрыс па? Ал енді тағы кім қояды? Кім қояды? Аяғы қоя ғой. Сұраулы сөйлем дегеніміз не? Сұраулы сөйлем дегеніміз жауап алу мақсатында айтылған сөйлемді сұраулы сөйлем дейміз. Сұраулы сөйлемнің соңына сұраулы белгісі қойылады. Мысалы, сенің досың кім? Дұрыс па? Енді әріптер берілді, иә? Соның ішінен мағыналы сөзді оқып шығайықшы. Қандай сөз жазылыпты? Қандай? Кім оқиды? Қандай сөз жазылған? Мағыналы сөз бар ма ішінде? Айта ғой, Альмира. Түгі. Иә, тағы. Және. Мынау ше. Сөз. Және. Сонымен балалар, бүгінгі тақырып қандай екен? Түбір сөз және туынды сөз. Түбір сөз дегеніміз не екен? Түбір сөз дегеніміз, Айзер айта ғой. Сөздің одан әрі бөлігі түбір сөз дейміз. Түбір сөз дейміз. Қосымша неше? Ашыңдар 81-ші бетті. Мәтінге қараймыз. Кәмсішталып мәтінді тыңдаймыз. Тыңдаймыз мәтінді. Қай сұрақтар мән жоқ дейсіңдер? Ұтымды жұмыл. Болашақ суретші бала бір күні. 13 жыл қой бақтым. Енді оқимын. Таяқ қуат болса да мұрат емес деп Жаркентке жаяу кетеді. Жаркентте байларға жалшы болып,
аздаған тиын-тебен табады. Ол ақшасына қағаз, бояу сатып алатын. Әбілхан 25 жасқа келгенде оқу іздеп Алматыға жол тартады. Оның небәрі 2 сыныптық білімі болды. Атақты суретші Николай Гаврилович Хлудовқа салған суреттерін көрсеткенде, ол баланың өнеріне қайран қалыпты. Сурет салуды қайдан және кім үйреткенін сұрағанда, Әбілхан Қастеев таудың бұлағынан, қойдың құлағынан, анамның киізінен, ешкімнің мүйізінен деп жауап берген екен. Орнымыздан тұра шығарыңыз. Бұлай істейміз. Мен сендерге ойынның шартымен түсіндіріп берейін. Кім зерек? Қазір мен сендерге бірнеше сөздерді оқимын. Ішінен сын есімді естіген кезде ғана шапалақ ұрамыз. Басқа сөздер де бар, оларға не істейміз? Ұрмаймыз. Кестік қой, ары қарай кеттік. Үлкен, күрек, жасыл, шеге, домалақ, терең. Түбір сөз беріледі да, сендер ол сөздерден қандай сөз жасайсыңдар? Туынды сөз жасайсыңдар. Топтық жұмысты бірге істейміз деді, бір-біріміздің сөзімізді тыңдаймыз. Шуламаймыз. Енді екінші топқа мынандай балықтар береміз сендерге. Сендер бұл жерде ажыратасыңдар. Бұл жерде туынды сөздер де бар, түбір сөздер де бар. Араластырып тастаймын. Не істейміз? Аквариумға саламыз. Дұрыс. Шуламаймыз. Бірігіп, тез-тез жасай қоямыз. Махмат. Ал енді жас тобы мына фигураларды құрастыру арқылы ереже шығарады. Міне, жас тобы сендерге бірігіп істейміз. Егасыл, клейлерің бар ма? Клей шығар. Үшінші топқа бірнеше түбір сөз берілген, бірнеше қосымша берілген. Соны жалғаймыз. Түбір сөзге қосымшаны жалғаймыз. Келіңдер, неха жиналып бірге істеңдер. Одан кейін сол сөздерді сызық арқылы қосасыңдар да, астына жазасыңдар. Махма? Бірге істеңдер. Тексеріп шық. Болсаң тексеріп шық. Қате кеткен шығар. Мақтан. Бірге жасаймыз, жұмысты бірге жасаймыз. Шыға қойыңдар. Даусыңды қабылда шығарып. Бұл жерде бізге берілген тапсырма түбір сөзге жинақ жалғану арқылы 3-4 туынды сөз шығару. Бала, балапан, балалық, балақай, балақай, оқу, оқушы, оқулық, су, суат, сусын, сушы, сулы. Міне, дұрыс па балалар? Дұрыс, Әкел, жұмыстарын беріңдер. Біліп қояйын. Енді көктем тобы кімді шығарасыңдар? Екі оқушы шықсын. Келе қойыңдар. Жоқ, тағы екі оқушы шықсын, ұстап тұршы дейді. Кім? Не олады? Альмира, сен де шыға. Ал. Бұл жерде бізге берілген тапсырма балықтарды аквариумде дұрыс салу. Туынды сөз. Мақташы, бұлбұл, күйші, балықшы, сауыншы, әнші. Ал. Әлихан сен. Біз бұл жерде түбір сөз таптық. Парта, терезе, үзіңгі, таулы, қаршығы, есік. Балалар дұрыс па? Кім мұқият тыңдап отырды? Кім мұқият тыңдады?
Мысалы, мен қатесін таптым. Сендер таппадыңдар ма? Таптың ба? Келе қойшы, айтшы. Айта ғой. Бұл жерде бұлбұл деген сөз емес. Қандай сөз ол? Түбір сөз. Айнаға қоя ғой онда. Сыйғанда тағы кім тапты? Мына жерде де тағы бір қате тұр. Айшат, келе ғой. Жоқ. Жоқ. Тапты, міне. Енді тапты. Енді Диас, сен неге түбір сөзге неғыла қой да? Апарып сала қой. Міне балалар, қатесін таптық, иә? Бір қатеде кеткен екен. Түбір сөз бен туынды сөзді не істеген? Орнын ауыстырып жіберді. Бере қойыңдар тапсырмаларында. Анықтадыңдар ма, кім шығады? Шыға ғой. Міне балалар, мынандай фигура құрастырды. Бұл құрастырғанда әшейін құрастырған жоқ. Бұл жерде ережелер жазылып тұр да. Сол ережені сәйкестендірді. Ал, Жанерке. Мағынасы бір-біріне жуық сөздер, синоним сөздер емес. Дұрыс па балалар? Мағынасы бір-біріне жуық сөздер қандай сөздер дейді екен біз? Синоним. Дұрыс. Заттың атын білдіретін сөздерді зат есім дейміз. Дұрыс па? Иә. Дұрыс. Заттың құнын іс-әрекетін білдіретін сөз табы етістік дейміз. Дұрыс па? Иә. Дұрыс. Заттың түрін, түсін, сапасын білдіретін сөздер сын есім дейміз. Дұрыс па? Иә. Дұрыс. Жазылу бірдей, мағынасы басқа сөздер амоним сөздер дейміз. Дұрыс. Амоним сөздер дұрыс па? Иә. Кім шығады? Кім қорғауға шығады? Төртеу тұрғанға төрт топ шықпайды деп ойладым. Бұл жерде біз түбір сөзді қосымшаға тағладық. Күйші, балықшы, мақтары, таулы, әмбілі, түнді, сиырдың. Искусствоға қайсы тапсырма берілген еді? Міне, дұрыс не қылды ма балалар? Бірнеше түбір сөз берілген еді, оған жұрнақ жалғау арқылы не жасады бұлар? Туынды сөз жасады. Ал, үш топ бағалаймыз. Жапондық әдіспен бағалайықшы. Қолды жоғары көтереміз. Дұрыс па? Дұрыс. Енді көктем тобының жұмысын бағалаймыз. Көктем тобында жаңағы аквариумға не салу керек еді? Балықтарды дұрыс орналастыру керек еді. Апа есім қан битті бағана. Битті есім қан. Әшейін ба? Әшейін ба? Жоқ, солай істесеңдер де болады. Өйткені бұл топта қайда кетті ғой, дұрыс па? Не бұлай көріспейсіңдер? Не бұлай көріспейсіңдер? Айтуға болады ғой. Ал Диас, айта қойшы, не үшін сен ондай баға қойып тұрсың? Өйткені олар түбір сөзді туынды сөздер. Шатастырып алды. Дұрыс па? Шатастырып алды. Отыра ғой. Жарайсың. Енді жас тобының жұмысын бағалаймыз. Олар тәрси әдісі арқылы не істеді? Фигура құрастырды. Тәмес. Жарайсыңдар. Онда енді қыз тобының жұмысын бағалап жүрейік балалар. Сендіреміз. Жарайсың. Одан кейін жұптық деген бір-бірімізді жұлдызбен тексереміз. Апа мен бітім. Қазір бітсін, содан кейін тақтадан дұрыс жауабын көрсетеді. Ауыстырамыз. Сен Томириске бер, Томирис кімге бер? Қасындағы жұбыңмен ауыстырда дұрыс жауабын. Міне, дұрыс жауабын тексеріңдерші. Дұрыс па? Тура сондай ма? Дұрыс па? Бәріңізді дұрыс па? Бүгінгі күнтізбені жазыңдар. Бүгін нешесі? Жазыңдар.
Қарашаның 15-і, сынып жұмысы. Қисаймаймыз, тік ұстаймыз. Дәптерді қиғаш қоямыз, денеміз тік ұстаймыз. Екі жолдастап жазды. Қарашаның 15-і, сынып жұмысы, түбір сөз және туынды сөз. Жазыңдар. Кішкентай әріппен жазып көрді, иә? Дұрыс, соны бас әріппен жазып, көшіріп шығамыз. Жазыңдар. Басты тік ұстаңдар, дәптерді қиғаш қойыңдар. Тақырыппен таныстық. Қазақ түбір сөз және түбір сөз бен туынды сөзді ажырата аламыз ба? Ажырата аламыз. Туынды сөз неден пайда болады екен? Түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы. Қазір мен сендерге сұрақ қойып шығамын. Кім қалай түсінді? Түсіндіңдер ма? Ажар жауап берді. Ажар, түбір сөз дегеніміз не? Мағыналы бөлігін түбір сөз дейміз. Туынды сөз дегеніміз не? Түбір сөзге не жалғану арқылы пайда болады екен? Жұрнақ жалғану арқылы Пайда болған сөзді қандай сөз дейміз де? туынды сөз. Жақсы. Қосымша неше түр болады екен? Қосымшаның 2 түрі болады. Қандай? Жұрнақ және жалғану. Түбір сөз дегеніміз не? Сөздің одан әрі бөлінбейтін мағыналы бөлігін түбір сөз дейміз. Туынды сөз. Түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған сөзді түбір сөз дейміз. Түбір сөзге жұрнақ жалғанса қандай өзгеріс пайда болады екен? Айша? Сөзге жұрнақ жалғанса сөздің мағынасы өзгеріп жаңа туынды сөз пайда болады. Есімхан, түбір сөзге жалғау жалғанса қандай өзгеріс пайда болады? Сөзбен сөз байланыстырады. Жарайсың. Сөз бен сөзді байланыстырады. Туынды сөз дегеніміз не? Түбір сөзге жұрнақ Жалғану арқылы жасалған сөзді туынды сөз дейміз. Қосымша неше түр болады? 2 түрі. Қандай? Жұрнақ және жалғану. Туынды сөз дегеніміз не? Түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы пайда болған сөзді туынды сөз дейміз. Түбір сөз дегеніміз? Түбір сөзге жұрнақ Одан әрі бөлінбейтін мағыналы бөлігін түбір сөз дейміз. Түбір сөзге жұрнақ жалғанса қандай өзгеріс пайда болады? Сөзбен сөзді байланыс. Сөздің мағынасы өзгеріп, туынды сөз пайда болады. Жарайсың. Жалғау жалғанса ше? Жалғау жалғанса, түбір сөзге жалғау жалғанса, сөзбен сөзді байланыстырады. Жарайсың. Жалғау жалғанса? Түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған сөзді түбір сөз дейміз. Туынды. Қосымша неше түрі болады? Қандай? Түбір сөзге жұрнақ жалғанса қандай өзгеріс пайда болады? Сөздің мағынасы өзгеріп, жаңа туынды сөз пайда болады. Не, түбір сөз дегеніміз не? Түбір сөз деген сөздің одан әрі бөлінбейтін мағыналы бөлігін түбір сөз дейміз. Туынды сөз деген? Түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған сөзді туынды сөз дейміз. Дұрыс па балалар? Сонымен бүгінгі сабақ түсінікті болды ма? Тақырып қандай екен? Түбір сөз және туынды сөз. Үйге 20-шы жаттығу 82-ші бет паз, шы, қана, кер, қой деген жұрнақ бұлардың бәрі. Содан бірнеше сөздер, туынды сөз жасап келеміз. Мысалы, паз деген сөзге өнерпаз, аспаз қандай әсерде болды? Соны жазып, аттарын жазып қойыңдар. Батыма, мен таппай қаламайды десе, не істейміз? Қалаған үкімізге ілеміз. Қалаған үкіге ілгенде оқыңдар бірінші үкіні. Ол жерде жазылып тұр. Маған бәрі түсінікті. Әлде түсінуім керек.